Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік, кереметтей бупипай печеньясын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды, қантымызды, кішкентай шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқа салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің печеньеміз қап-қара болу үшін мен қызыл түсті краситель қостым. Сіздер қара қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады. Какао, разрыхлитель және ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Он міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Міне бізде осындай масса шықты, енді қолымызға жабыспайды. Енді бір ыдысымызға сахарный пудрамыз салып аламыз да, алақанымызға айналдыра отырып, сахарный пудрамызға печеньяларымызды толықтай сахарный пудраға батырып аламыз. Және пергамент бумагамызды төсеп, салып, алдын ала қызып тұрған духовкамызда 200 градусқа 8-10 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньямыз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен осындай керемет хит рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркелмесеңіздер, міндетті түрде арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.